Қытай сайты тауып алу туралы толық айтатын боламын. Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге Қытай сайты тауып алу туралы толық айтатын боламын. Ең бірінші осы сайтқа тоқтала кетсек, бұл сайт Қытай сайттарының бірі, Қытайдағы танымал сайттар. Бұл сайттан көптеген заттарды бір штуктап немесе көптеген штуктап алсаңыз болады. Және бұл сайтта заттардың түп нұсқасы, яғни Қытайда жасалған түп нұсқа заттарды сатады. Сонымен қатар бұл сайт AliExpress-тен де арзан, өте жақсы сайт. Енді бұл сайтқа тіркелуді көрсетейін. Apple Store-дан немесе Play Market-тен жүктеп аласыз. Мысалға міне App Store-ға кіреміз, мына жерге жазамыз тауып алу деп. Мына жерде тұр, шоппинг тауып алу деп. Осы сайтты жүктеп аласыздар. Мен жүктеп қойдым, енді ашамын. Сайтты ашқаннан кейін осы жерде осындай белгі шығады. Мынаны жоғарысынан басамыз, разрешить етеміз. Мынаны тағы да басамыз, разрешить етеміз. Разрешить вставку дегенді басамыз. Енді төменгі жағында тіркелу деп тұрады. Енді осыны басқаннан кейін сіздер осындай бетке алып барады сіздерді. Достар, енді осы сайттың төменгі жағында мынау личный кабинет деп тұрады. Осыны басамыз. Басқан соң сізден осындай бет шығады. Мынаны басамыз, осы кнопканы. Және егер сізде Alipay болса, менің каналымда Alipay туралы толық түсірген видеом бар. Alipay'ге тіркеліп, содан соң осы Alipay деген таңдасаңыз, тез кіруге болады. Міне Alipay'ді басамыз. Міне согласен деген батырманы басамыз осы жерден. Басқаннан кейін сіздер осылай тіркелесіздер. Міне тіркеліп тұрсыздар. Оңай тіркелудің жолы бұл. Осылай сәтті тіркелесіз.